Алла сол үшін Құранда айтады ғой, егер сендерге бір кісі сәлем берсе, сендер оған сол сияқты қылып жауап қайтарыңдар дейді. Бұған не дәлел айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешітте отырған кезде бір кісі келеді де, ассаламу алейкум деп айтады. Уа алейкум ассалам деп айтады жанындағылар. 10 деп айтады пайғамбар саллаллаху алейхи. Тағы бір кісі келеді де, ассаламу алейкум ва рахматулла деп айтады. 20 деп айтады. Мыналар уа алейкум ассалам ва рахматулла дейді ғой. 20 дейді. Үшінші біреу келеді де, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух дейді ғой. 30 деп айтады. Демек, адам ауадан істеуге болады да, ауадан ақша істеп жатық дейді ғой, сол сияқты. Ауадан сауап істеуге болады да. Қалай? Сәлеммен ақ, сәлеммен ақ. Бұл 30 сауапты бір аласың. Екінші, ана үшеуі де тұрған дұға ғой. Ол сізге дұға тілеп жатыр негізі. Ассаламу алейкум деген Алланың сізге есендігі, амандығы болсын деген ғой. Уа рахматулла десе, Алланың сізге рахымы қосымша болсын. Уа баракату, берекеті тағы төгілсін дейді да. Дұғада былайша айтқанда жаман ештеңе жоқ ол жерде. Көрдіңіз ба? Демек, жаңағы Алланың аяты осы екен. Сендерге біреу сәлем берсе, сендер оларға өзіндікіндей қылып қайтар, немесе оныкінен әдемі қылып қайтар дейді да. Яғни ассаламу алейкум десе біреу, уа алейкум ассалам ва рахматуллахи ва барак. Проблема жоқ. 30 сіздікі, 10 ананікі.